Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмі, ерекше, керемет болып шығатын қиярды қызанақтың шырынында жабатын боламыз. Ең бірінші үлкен ыдысымызға осылай суды қойып қоятын боламыз қайнатуға. Одан кейін қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп алып, қызанағымызды да отқа қоямыз. Одан кейін банкаларымызды жақсылап жуып, ішіне чесногымызды барлық банкаға салып шығамыз. Одан кейін болгар бұрышын саламыз. Егер ашты болғанын қаласаңыздар, ашты бұрыш салсаңыздар болады. Барлық банкамызға осылай бұрыштарымызды укроппен осындай свежий укроп салдым. Осындай укроптарымызды және де қара бұрышымызды саламыз. Одан кейін лавр жапырағын салатын боламыз. Егер лавр жапырағының дәмі ұнамаса, салмай қойсаңыздар болады. Міне барлық банкаларымызға салып шықтық. Келесі кезекте қызанағымызды қарап қоямыз. Қайнаған уақытында асып басу керек боламыз. Қызанағымыз енді қайнайын деп жатыр. Оған дейін алдын ала міне қиярларымызды 3-4 сағатқа суға салып қойған болатынбыз. Енді басын кесіп банкаларымызға орналастырамыз. Ыңғайластырып, осылай көп сиятындай ұзынша етіп тұрғызып салатын боламыз қиярларымызды. Қиярды өте қатты және де майда қияр таңдаңыздар. Сол кезде өте жақсы болып шығады. Міндетті түрде 3-4 сағат суда тұру керек. Міне қиярларымызды осылай барлық банкамызға салып шығамыз. Достар, егер осы мен жасап жатқан рецепт ұнаса, сіздер де осы құраммен жасап көріңіздер. Міне барлық салып шықтық банкаларымызға. Міне қызанақ осылай қайнаған кезінде бетіне көбікшелер шығады, соны алып тастайтын боламын. Қызанақты жарты сағат 40 минут қайнатамыз. Міне көбіктерін осылай алып тастайсыздар. Енді келесі кезекте жаңа қайнап тұрған суымызды өстіп қиярымызға құйып, крышкасын сразу жабамыз. Жарты сағаттай тұру керек. Барлығына құйып, осылай жылдам қақпақтарын жауып отырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін суын осылай қайта төгіп тастаймыз. Міне біздің қызанағымыз қайнап, дайын болып қалды. Қызанақтың астын өшірмеңіздер. Осылай қайнап тұруы керек. Енді тұзын, қантын және де аспиринін салып шығамыз. Менде 3 литр банкаға 3 ас қасық тұз және 1 ас қасық қант салып жатырмын. Және де 3 тал аспирин саламын. Міне осылай. 1 қасық қант салдым. Енді аспириндерін салып шығамыз барлығына. Енді сақылдап тұрған, қайнап тұрған қызанақтарымызды міне осылай қайнап тұруы керек міндетті түрде. Қазір банкаларымызға құятын боламыз. Міне осылай қиярымыздың үстінен құямыз. Құйып, жылдам крышкасын жабамыз. Барлығын құйып шыққаннан кейін банкамызды жаба берсек болады. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп отырыңыздар. Міне осылай банкамыздың аузын жауып, 1 күнге жылы жерге орап, төңкеріп қойып қоятын боламыз. Осылай шайқап жібереміз аспиринді еріп араласу үшін. Одан кейін міндетті түрде жылы жерге орап қойып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.